Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Талдықорған қаласы Еркін ауылдық округіндегі мектепке дейінгі шағын орталығы бар номер 26 орта мектептің тарих пәні мұғалімі Корзинова Балнұр Серікқановна. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 6 сынып бойынша Қазақстан тарих пәні бойынша берілген Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының күшеюі. Бүгінгі тақырыбымызда көзделетін негізгі мақсат қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау. Жалпы қазақ хандығының негізін салушы Керей мен Жәнібек хан еді. Қасым хан Жәнібек ханның ұрпағы. Қасым хан қазақ хандығында ең танымал және құдіретті хандардың бірі болды. Жәнібек ханның үшінші ұлы. 1474-1511 жылы Бұрындық хан билік жүргізді. Өмірінің соңында Бұрындық хан билікті Қасым ханға береді. 1511 жылы Қасым сұлтан хан болып сайланады. Қасым хан шамамен 1445 жылы дүниеге келген. 1518-1521 жылдар шамасында қайтыс болған деген деректер бар. Енді Қасым ханның туралы деректерге жүгінсек, Мұхаммед Хайдар Дулатидың еңбегінде Қасым хан 1518 жылы қайтыс болғандығы айтылады. Ал енді орыс деректеріне жүгінсек, Қасым хан Сарайшық қаласында 1523 жылы қаза тапқаны туралы айтылады. Жалпы Қасым ханның тұсындағы қазақ хандығының өрлеуін, Қасым ханның мемлекетті нығайтудағы рөлін сол кездегі орта ғасырлық авторлар деректерінен де аңғаруға болады. Қадырғали Жалайыри өзінің деректерінде былай деп көрсетеді: Жәнібек ханның ұлдарының арасында аса белгілі болғаны Қасым хан еді. Ұзақ уақыт бойы атасының ұлысына билік етті. Аймағындағы ұлыстарды өзіне қаратты. Ол туралы аңыздар көп жерде тараған, көпке мәлім болған деген деректер кездеседі. Қасым ханның тұсында қазақ хандығының өрлеуін сол кездегі орта ғасырлық авторларының еңбектерінде де, соның ішінде мәселен атақты Бабырдың деректерінде де кездеседі. Жұрттың айтуына қарағанда, қазақ сұлтандары мен хандарының бірде-бір біреуі бұл халықты дәл Қасым сияқты бағындыра алмаған. Оның қарамағында атты әскер саны 300 мыңға жуық деп көрсетеді. Тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати Қасымның бүкіл Дешті Қыпшақ даласына билік жүргізгенін, оның халқы санының миллионнан астам болғандығын айтады. Жошыдан кейін бұл жұртта одан асқан ұлы хан болған емес дейді. Мұхаммед Хайдар Дулати да Қасым ханның әскер санын 300 мың деп көрсетеді. Мұхаммед Хайдар Дулатидің бұл дерегінен Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының мықты мемлекет болғандығын байқауға болады. Қасым хан билік құрған кезінде қазақ хандығының қуаты мен беделі алыс елдерге танылды. Қасым хан қоғамдық өмірдегі қарама-қайшылықтарды болдырмау үшін заң шығарды. Қасым ханның заң ережесі Қасым ханның қасқа жол деп аталды. Бірінші мүлік заңы, бұған кіретін жер дауы, мал-мүлік дауы. Екінші қылмыс заңы, кісі өлтіру, ұрлық жасау, шапқыншылық жасау. Үшінші әскери заң. Әскери заңдағы негізгі ережелер аламан міндеті, қосын жасақтау, ердің құны тұлпарат. Елшілік жоралары заңындағы негізгі ережелер шешендік, халықаралық қатынастағы кішіпейілділік, әдептілік ережелер қаралған. Жұртшылық заңында ас, той, думан үстіндегі ережелер, ат жарыс, бәйге жарыс ережесі, жасауыл ережелері қарастырылған. Осы заңдарды қатаң талап етудің арқасында қазақ хандығының күш қуаты артып, Қасым ханның тұсында қазақ хандығы әлем таныған қуатты мемлекетке айналған болатын. Енді балалар, мына тапсырмаларға қарай отырып, бірінші тапсырма бойынша берілген сұрақтарға жауап береміз. Қасым ханның қасқа жолы бойынша заң ережесінің 5 бөлімін анықтаймыз. Семантикалық картаны толтырамыз. Осы тапсырмаларды орындау сіздерден сұралады. Және Қасым хан тарихына қатысты ресурстарға сілтемелер көрсетілген. Осы сілтемелерді көмекке алып, қосымша деректермен танысуымызға болады. Құрметті балалар, сіздер жаңа тақырып бойынша ең негізгі мазмұнды алдыңыздар. Басқа материалдарды сіздер өз мұғалімдеріңізден аласыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, мұғалімдерге қоя аласыздар. Жаңа материалды меңгеруде сәттілік.